Ислам діні Мұхаммед пайғамбардан бүгінге дейін сахабалар, әйгілі ғалымдар, сондай-ақ Құран мен сүннетті өте жақсы білетін көшбасшы мәзһаб имамдары арқылы жетті. Бірте-бірте діннің әр саласы бойынша ғылым бағыттары мен мектептер қалыптасты. Бұл мектептер кейінгі ұрпаққа иман келтіру, құлшылық ету, мінез-құлық, адамдар арасында қарым-қатынас жөнінен дұрыс бағыт беріп отырды. Бірақ ақ пен қара, жақсы мен жаман, тура жол мен адасу қатар жүретіні секілді, Мұхаммед пайғамбардан қалған мұраны бұрмалап, дінге сенген халықты неше алуан теріс бағыттарға сілтеп жіберетін шолақ белсенділер әр дәуірде табылып жатты. Мұндай шолақ белсенділердің қатарына 13 ғасырда өмір сүрген Ибн Таймияны және оның ілімін 18 ғасырда қайта тірілтіп, мұсылман жұртшылығына діни бүлік пен іріткілердің есігін ашқан Мұхаммед ибн Абдул-Вахабты жатқызуға болады. Өкінішке қарай, бұл екі белсенділердің дін бұзарлық әрекеттері мен теріс идеологиялары сырттай қарағанда ақиқат секілді көрінгендіктен, олардың жетегіне ергендер әр дәуірде де кездесіп жатты. Бірақ олардың ілімінде соғыс пен қантөгіс, әділетсіздік пен зұлымдық, азғындық пен қатыгездік, қысқасы, дін атаулыға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын сайқал саясат жатқанын көп адам сезгенде жоқ. Тәуелсіздік алған жылдары кейбір қазақстандық азаматтар да олардың ұлы ілімдерін үйрене бастағаны ащы шындық. Үйренгендерімен қоймай, сол діни бүлікке бастайтын идеяларды Құдайдың қоңыр қозысындай момын мінезді қазақ жастарының арасына да тықпыштай бастады. Ділмұрат Махамадов, Оқтам Заурбеков, Мұхиддин Полат секілді белсенділер Қазақстан бойынша осы идеологияны жаппай таратумен айналысты. Нәтижеде домбыра тарту, терме тыңдау, марқұмға Құран бағыштау, бет сипау, мазарға уыстап топырақ салу, қайтыс болған кісінің 7 күндік, 40 күндік, жылдық асын беру, келіннің сәлем салуы, тағы да басқа ғұрыптарды шариғатта тыйым салынған істерге жатқызатын шала сауатты діни белсенділер бой көрсете бастады. Әсіресе, ғаламтор кеңістігінде ең белсенді уағызшылардың қатарында Ділмұрат Махамадовты атауға болады. Оның аудио уағыздары арқылы таратылған теріс діни идеялардың кесірінен айрандай үйіп отырған қазақ жұрты діни тұрғыдан сан салаға бөліне бастады. Халықтың ғасырлар бойы ұстанып келген дәстүрін шариғатта аталмаған деп жоққа шығарады. Әкелерінің қойған қазақша аттарын тастап, өздеріне Әбу Мәриям, Әбу Юсуф деген лақабаттарды таңып алады. Бірін-бірі көбінесе ахи, ухти, брат, сестра деген сөздермен шақырады. Олар үшін туған жер, отан, ту, әнұран секілді құндылықтар маңызды емес. Қазақстанда ресми бекітілген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғалымдарын емес, Ділмұраттың уағыздарын тыңдап, туған туыстарынан байланысын үзіп, қоғамнан оқшаулана бастады. Сонымен қатар, бұл идеологияның қоғамға кері әсерінің бірі шариғаттағы жихад деген ұғымды қасиетті соғысқа балап, ата-анасын, елін, жұртын тастап, қиыр асып, Шам жеріне кетуі. Ділмұрат Махамадовтың әрекетінің басқа зардабы ретінде оның уағыздарын тыңдап, насихаттау фактісімен Шымкент қаласының, Түркістан облысының 30-дан аса азаматтары діни сауатсыздықтың салдарынан интернеттегі Ділмұраттың уағыздарының қайсысы заңсыз екендігін айыра алмаудың, құқықтық сауатсыздықтың салдарынан Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабы бойынша құрықталып, қамауға алынып, түрлі мерзімге сотталған. Осыған орай, қаншама жанұялар бұзылып, қаншама балалар әке-шешелерінің көз жасына қалды. Жалпы мен 2009-2010-да намаз бастаған. Намазды Абу Ханифа мазхабымен жаңағы мешіттегі имамдардан бастаған негізі жалпы. Бұл жерге келу себебім Ділмұрат деген кісінің уағыздарын тыңдайтын едім. Үлкен қателік, мен білместік болды менде. Қателік жасадым. Қаншама қазір үйден безіп, әке-шешем бар, әке-шешем жалғыз баласым жалпы мен. Бала-шағам бар, 5 бала-шағам. Асыраушысы мен едім олардың да қазір. Үлкен қателік болды, мен өзіміздің еліміздегі қазіргі мен кейінгі жастарға, кейінгі бауырларға, қазақстандық ел
неге айтатын осы еліміздегі ұстанып жүрген дәстүрлі дініміз Абу Ханифа мазхабымен ұстануға шақырамын әрине. Ол жат ағымдар керек емес ешқандай да біздің өзіміздің елге ірткі салатын. Мен көзім жетті анық болған. Қателік болды менің. Әрине кеш, бірақ бұны қайталамауға мен кеңес беремін жаңағы жат ағымға ешқандай бармауға. Тілмұрат Абу Мұхаммедтің «Үшнегі және оның дәлелдері» деген кітаптар запрет тыйым салынып, 17 жылы сол ескерту берілді. Ескерту жасалды, сол біздің елімізде сабағын тыңдап телефонымызда сақталып қалған. Ақырғы нәтиже біздің сотталып, істі болып, қос жақтан келуімізге тура келіп қалды. Өзіміздің еліміздің де мүфтиятпен бірге де сол заңдарды толық қабылдап, бірлесіп, намаз оқып, ары қарай жұмысымызды жүргізіп, қайырымдылық акциялар болсын, еліміздің өсіп өркендеуіне жалпы өсіп өне беруге болатын мүмкіндіктерді жіберіп алдық деп ойлаймын. Қызбалыққа салынмаған дұрыс деп ойлаймын. Бірінші намазға келген адам ләж болса сол мешітте, мешіт имамдарынан, білімді кісілерден кеңес алып, сол жерден ары қарай жалғастырған дұрыс деп ойлаймын. Ютубқа кіріп, интернетте неден қараймыз деп қаншама адамдар адасуда, алды Сириядан шығып, одан ағырайда жаман қылықтарға бір беткей салафизмді көрсетемде бұл бір беткей жәнеде қырсықтыққа түсіп, ерегісумен жаман жақтарда шығып қалатқандар көп. Ділмұрат Махамадовтың сотталуы. Қатерлі жолдың соңында 41 жастағы Ділмұрат Махамадов Сауд Арабиясында ұсталып, Қазақстанға экстрадицияланды. Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотымен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс 174, 256 баптары бойынша айыпталып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Судья Махамадовты діни ұйымдарда, мешіттерде, халық жиналған жерлерде діни уағыз айту құқығынан айырды. Түйін. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті ел ішіне әртүрлі діни іріткі салып, бейбіт халықтың тыныштығын бұзуға, бірлік ынтымаққа сызат түсіруді мақсат ететін әрекеттерге еш қашан жол бермейді. Теріс діни ағым уағызшыларын жастар арасына улы уағыздарын айтып, тайраңдатқызбайды.